75-ші сабақ көбейту мен бөлудің байланысы. Екінші есеп көбейту мен бөлуге өзара байланысты теңдіктер құрастыр. 3 көбейту 4 12, 4 көбейту 3 12, 12 бөлу 3 тең 4, 12 бөлу 4 тең 3, 2 көбейту 3 тең 6, 3 көбейту 2 тең 6, 6 бөлу 3 тең 2, 6 бөлінген 2 тең 3, 5 көбейту 3 тең 15, 3 көбейту 5 тең 15, 15 бөлінген 5 тең 3, 15 бөлу 3 тең 5, 5 көбейту 2 тең 10, 2 көбейту 5 тең 10, 10 бөлу 5 тең 2, 10 бөлу 2 тең 5, 7 көбейту 3 тең 21, 3 көбейту 7 тең 21, 21 бөлу 3 тең 7, 21 бөлу 7 тең 3, 2 көбейту 5 10, 5 көбейту 2 10, 10 бөлу 5 тең 2, 10 бөлу 2 тең 5. Үшінші есеп, есептер бойынша өрнектер жаз, оларды шығар және салыстыр. Балалар аулада скейтбордпен жарысып ойнады. Олар әр командаға 4 баладан бөлінді. Егер 2 команда болса, онда аулада барлығы неше бала болған? 4-ті 2-ге көбейтеміз, 8, яғни жауабы аулада барлығы 8 бала болған. Балалар аулада скейтбордпен жарысып ойнады. 8 бала әр командаға 4-тен бөлінді. Неше команда болды? 8-ді 4-ке бөлеміз, 2 команда, жауабы 2 команда болды. Балалар аулада скейтбордпен жарысып ойнады. 8 бала 2 командаға теңдей бөлінді. Әр командада неше баладан болды? 8 бөлінген 2 тең 4 бала, әр командада 4 баладан болды. Төртінші есеп, өрнектер құрастыр және олардың мәнін тап. 65 қосу 53 минус 21 тең 97, 500 қосу 100 минус 200 тең 400, 65 минус 21 плюс 24 плюс 2 тең 70, 1000 минус 600 минус 100 тең 500, 16 қосу 12 қосу 40 тең 68. Бесінші есеп, көбейту мен бөлуге өзара байланысты теңдіктер құрастыр. 5 көбейту 2 тең 10, 2 көбейту 5 тең 10, 10 бөлу 2 тең 5, 10 бөлінген 5 тең 2.